Сәлем эксперт, бұл видеода өз курсын сатқысы келетін, өзінің наставничествосын, онлайн продукттарын, услугасын сатқысы келетіндер үшін 2026 жылға арналған стратегия деп айтылады. Жалпы осы стратегия туралы айтамыз, қандай стратегияның түрлері бар, 6 стратегия болады. Соның ішінен нақты не нәрсеге акцент қою керек, не нәрсеге мән беру керек деген сияқты осы сұрақтардың жауабын табатын боламыз. Жалпы инфобизнеста 7 жыл жүріп, осы салада эксперт ретінде, продюсер ретінде проекттерді жасап, өзімнің осы уақытқа дейінгі жиған терген тәжірибемен және одан бөлек әртүрлі қазіргі болып жатқан ситуацияларға байланысты осылардың нәтижесінен шыққан нақты бір ақпараттармен бөлісемін. Жалпы қазір өздеріңіз байқағандарыңыздай, бұрынғыдай 2019-2018 жылдардағыдай бір вебинар жазсаң сатыла салатын, немесе бір сториспен өзіміздің курсымызды мыңдаған адамға сата салатындай ондай мүмкіндік жоқ қазір. Енді бар шығар, сатылып жатқан адамдар бар, бірақ өзінің аудиториясы аз, немесе аудиториясын максимально пайдаланып, то есть өзінің курсын сатып, өзінің услугаларын сатып тастаған адамдар үшін бұндай продажаларды жасау қазір қиынырақ. Сондықтан да мен қандай стратегия жұмыс жасайды, қалай сату керек, осы туралы айтамын. Жалпы осы стратегияны нақтылап алмас бұрын бізге модель роста таңдап алу керек та. Жалпы өсудің моделі қандай деген сұраққа жауап беру керекпіз. Мысалы, бұрындары бізде эксперттер не істеді? Бір продюсермен бірігіп алып запуск жасады, немесе продюсерлардың өзі бір эксперттермен бірігіп запуск жасап, сосын өздерінің онлайн курстарын шығарып бастады. Немесе бір эксперт бірнеше жаңағы продюсерлармен жұмыс жасап, аузы күйгендер бар, немесе жақсы запуск жасап жатқандар бар деген сияқты. Өзім ғана жұмыс жасаймын дейді, сосын ары қарай тоқтап қалады деген сияқты. Сондықтан да қазір 2026 жалпы сізде түсінікті тілде сіз немесе продюсермен жұмыс жасайсыз, немесе өзіңіз жұмыс жасайтын болсаңыз, өзіңіздің запусктарды өзіңіз жасап, өзіңіз ұйымдастыратын болсаңыз, ол кезде сізге максимум білім алып, өзіңіз жұмыс жасау керек болады. Неге мен максимум білім алып деп жатырмын? Өйткені инфобизнестің бұрынғыдай қазіргі сабақтарда, алдағы тақырыптарда көресіз, бұрынғыдай емес та. Бұрын мысалы жаңа сабақтың басында айттым ғой, бір ғана вебинар жазсаң, это получилось, күшті, все деп ары қарай біз алып кете беретінбіз. Қазір ондай нәрсе жоқ. Сондықтан да сізге либо біліміңізді тереңдетіп, өзіңіздің біліміңізді дамытып, өзіңіз үйреніп осыны жасайсыз, немесе жоқ, мен мүлде басымды қатырғым келмейді деп ұзақ уақыттық стратегияны ойлап бір продюсермен жұмыс жасайсыз. Бірақ ол продюсердің өзі сізге бір рет қана болмау керек, тұрақты түрде жұмыс жасайтын, ұзақ уақытқа жұмыс жасай алатын бір адаммен тауып алып, сонымен жұмыс жасайсыз. Нақты ақпаратты бастамас бұрын мен бір затты ескеріп кетейін. Жақында менің эксперт продюсерлерге арналған масштабқа шығаратын үлкен бір күндік практикум болады, офлайн және онлайн форматта. Практикум жайлы ақпарат алу үшін төмендегі описаниедан WhatsApp группаға өтіп алсаңыз болады. Енді нақты ақпараттарға көшейік. Жалпы жыл басынан бері менің практикамда қалай болды? Мен осыдан бөлісейін. Бірінші стратегия, жалпы бірінші өсудің жолы бұл сізге кіру есігі доступны болу керек. Сізге кіру есігі жеңіл болу керек. Неге? Өйткені мынандай нәрсе, бір эксперт бар, маған мынандай сұрақ қояды. Менің жаңағы диагностикам 200 мың теңге тұрады. Менің бір реттік терапиям 200 мың теңге тұрады. Адамдар келеді, бағасын сұрайды, бірақ почему-то келгеннен кейін мына жерден, мысалы, мынау менің терапиям, жаңа бір реттік, мынау клиент мына жаққа өте алмайды дейді, өтпейді дейді, 200 мың теңге тұрады дейді. Сосын мен айтамын, сіздің терапияңыз бір реттік, яғни бір-ақ рет өткізесіз, 1,5-2 сағат, және оның бағасы 200 мың теңге. Адамда қандай сұрақ болады? Мен мына кісіден результат ала аламын ба? Мен мына кісіден нәтиже ала аламын ба деген сұрақ болады. Демек біз не істеп тұрмыз? Адамдарды келесі жолға өткізе алмай тұрмыз. Мына жерге біздің входной дворымыз, кіру есігіміз біздің қымбат болып тұр. Сондықтан 2026-ның ең дұрыс жасайтын стратегиясының бірі бұл кіру есігінің арзан болу. Ол дегеніміз қандай? Мысалы, мен қаңтар айында дәл осы затты қолдану арқылы қаңтар айында өзім ғана жұмыс жасап, ешқандай менеджерсіз, ешқандай артық командасыз, бәрін бір ай отпускқа жібердім, 11 миллион теңге продаж жасадым. При этом чаттарды ғана пайдаланып, ешқандай стористарды, ешқандай тұрақты рилстар салмай, осы ғана техникамен 11 миллион теңге продаж жасадым. Оның феномені қандай? Және мен оны осы уақытқа дейін пайдаланып келе жатырмын. Мен 3 түрлі видео сабақ түсірдім. Біріншісі стратегияға арналған 9 сабақ, сатуға байланысты 9 сабақ, және WhatsApp-мен сату деген осындай сабақтар түсіріп тастадым да, сол жерде сол чектарды 20 мыңнан және 30 мың теңгеден саттым. 20 мың теңгелік чекті тек қана сабаққа доступ берем, 30 мың теңгеде тек қана мен жаңағы сабақ плюс разбормен деп, яғни 2 тарифпен саттым. Соответственно, екінші тариф көбірек сатылады. Разбормен сату
деген, яғни адамдар сабақты көреді, сабақты көргеннен кейін мен ол адамға 30 минут 40 минут, кейбіреуіне тіпті 20 минут разбор өткіземін да, оның соңында мен өзімнің жеке наставничествомды сатамын. Нәтижесінде адам сол жерден 11 миллион теңге продажа шықты. Және осы стратегияны мен ұстап алдым да, январь, февраль, март, апрель осылай 4 ай тұрақты түрде қолдандым. Және бұның ең ключевой моменті, сіз мысалы разборды тегін өткізіп отырмайсыз, және бұл арзан жектер өзін тағы да өтейді, рилс арқылы алып келесіз, басқа да трафиктермен әкелуге болады. Ең басты ключевой момент, бұл келген адамдарға сіздің кіру есігіңіз жеңіл, 20 мың теңгені өзінің кез келген адам Каспиінде тұрады, төлей салады, кіреді. Ол жерде сіздің эксперттілігіңіз көрінді, ол сабақтарда сіздің тәжірибеңіз көрінді. Соответственно, сіздің жеке разборыңызға келіп, ол сіздің жеке өзіңізден сұрақтарға жауап алатын болса, ол кезде өте жақсы конверсия болады. Ал бізде адамдар қандай қателік жасайды? Мен жеке наставничествомды сатамын дейді да, сонымен бірден алып үлкен жекке өтеді да, разбор арқылы отырады. Сіздің эксперттілігіңізге көзі жетпеген адам оған дейін, сіздің бір реттік разборыңыздан 20 минут 30 минут разборыңыздан вау, мынау күшті эксперт екен деп ойлап қалмайды. Сондықтан да оған дейінгі келу есігі жеңіл болу керек. Екіншісі, бұл бізде YouTube-ға кіру. YouTube арқылы воронка жасау, YouTube арқылы сатылым жасау, бұл өте мықты трафиктардың бірі. Мен февраль айында, жаңа айттым ғой, мен жыл басынан бергі жұмыс жасап жатқан стратегияларымды бөлсем деп, февраль айында мен өзімнің командамен бірге запуск жасадым. Ол кезде біздің чектар 300 мың және 400 мың теңге болды, негізгі бағамыз. Сол кезде мен бір айлық продукты саттым. Соның ішінде сатылым статистикасын қарасақ, бізде 60% адам біздің YouTube арқылы келген. YouTube-та мені толығырақ таныған, YouTube подкасттарынан көріп мен толығырақ білген, эксперттілігіме көз жеткен, тұлға ретінде таныған деген сияқты. Тіпті менің сол жерде бірінші рет көріп, менің воронкама кіріп, бірден сатып алған адамдар болды. Олар мені зерттеген жоқ, жылдар бойы қараған жоқ. Әрине біз мысалға накопительный эффектке жұмыс жаса, ұзақ уақыттық стратегияларды құр деп айтамыз ғой, бірақ шын мәнінде дәл осы запусты менде февраль айында менің YouTube арқылы келген клиенттерім өте көп болды. Сондықтан да мен мынандай екі вариантты ұсынатын едім. Мен қазір екеуін миксовать етіп жатырмын. Өзімнің YouTube-ма подкаст форматтағы әртүрлі эксперттармен рилстар түсіремін, подкаст түсіремін. Екінші стратегиям бар. Бұл менің өзімнің ақпараттық 10 минуттық, 20 минуттық сабақтарым. Тіпті сіз осы видеоны қазір көріп отырсыз ғой. Бұл видеоның өзі мысалы бізде YouTube-та салынып тұр деген сияқты. Осылай ақпараттық мақсатта. Тіпті мысалға біз рилстарды қараймыз ғой, 10 мың просмотр болу керек, 5 мың просмотр болу керек деген сияқты. Ал біздің YouTube-тағы рилстар, YouTube-тағы видеоларыңыз сіздің тіпті 900 адам көрсе де, 100 адам көрсе де, 200 адам көрсе де, ол сіздің лояльный клиенттеріңіз. Сондықтан да мен мынандай рекомендация жасайтын едім. Өзіңіздің клиенттеріңіздің прям сізден не сұрайды, қандай сұрақтарға жауап алғысы келеді, қандай ақпараттарды білгісі келеді, осыған каздев жасаңыз да, сол каздевтан шыққан ең үлкен запростарға YouTube-қа видеолар түсіріп салып тастаңыз, болды. Хотя бы аптасына бір видеоны салып отырсаңыз, соның өзіне сізге лояльный аудитория келе береді. Ең күшті нәрсе, мен өзімнің осы YouTube видеоларымда Threads-та продвигать еттім. Сол жақтан маған өте лояльный болып келіп, сол арқылы мен YouTube-тағы видеоларымды көріп, Instagram-ма келіп, описаниядан менің воронкаларыма келіп, сол арқылы сатылым болып жатыр. Мысалға сіз қазір осы видеоны көріп жатырсыз. Осы видеоның описаниясында менің практикумға деген анкетам тұр, то есть практикумға деген чатымның сілтемесі тұр. Осы чатқа кіріп ақ адамдар не істейді? Ақпарат алып, менің практикумыма тіркеліп, одан үлкен чегім сатып алады. Яғни YouTube-тағы воронка осылай жұмыс жасайды. Енді үшіншісі біздегі бұл аз ғана эффективно жұмыс жасайтын командамен жұмыс жасау. Жалпы мен мына нәрсені айтамын да, егер сіздің командаңыз, сіз үлкен командаға жұмыс жасай алмасаңыз, немесе үлкен командадан қорқатын болсаңыз, қалай мен ақшасын шығарам, олардың эффективності қалай болады дейтін болсаңыз, ол сіздің қорқынышыңыз, ол запросыңыз, ол сіздің жаңағы ойыңызда жүрген ойлар, окей, ол нормально. Неге? Өйткені қазір көп адамдардың аузы күйген, үлкен командамен запуск жасаймын, қырам, жоям, күшті командамен жасаймын дейді. Өте көп адамдар командасына жинап алады. Шын мәнінде запуск бітеді, зарплатаны таратады, бірақ өзіне қалғаны аз ғана сумма. Сондықтан да менің ең күшті жұмыс жасататын, менің жағымдағы деп айтайыншы, маған келетін стратегия, бұл менің жұмыс жасайтын стратегиям, бұл адамдарды көбейтпей, максимально санаулы адамдармен үлкен запустарды жасау. Мысалы, мен 41 миллион теңгелік запуск жасадым, командада 5 адам.
бес-ақ адаммен 41 миллион жасадық. Ол жерде мысалға адамдар ойлауы мүмкін, оның маржасы қанша деп. Менде осындай запустардың маржасы 60%-ға дейін, 55%-ға дейін маржасы бар. Демек, жасаған запусының осы жаңа жартысынан көбі сенің таза табысың. Ал егер сіз команданы үлкейткен сайын, мен үлкен команда дұрыс емес деп жатқан жоқпын. Бірақ сіз команданы үлкейткен сайын, ол команданың соответственно сізге әкелетін ақшасы көп болады, соответственно оның расходтары да өзіне жетерліктей болуы мүмкін. Сондықтан да осы жағын дұрыс ойластырып алу керек. Кейбір эксперттер болады, мысалы үлкен командамен жұмыс жасайды, бірақ 30% таза пайда, немесе 20% таза пайда деген сияқты. Ал менің стратегиям керісінше, менің табысым көп болу керек запуста. Сол үшін мен максимально эффективно командамен жұмыс жасаймын. Оның ішінде кім? Менің ассистентім, оның ішінде менің продукт менеджерім, яғни келген клиенттермен, сатып алған, төлем жасаған клиенттермен качественно жұмыс жасау, оның ішінде менің сату менеджерім, оның ішінде менің контент менеджерім, оның ішінде менің жаңағы енді трекер болды, сол трекер болып жұмыс жасайды. Ал қалған видеографтар, таргетологтар деген только мен за работу төлеймін, процент төлеу, то есть тек қана жасаған жұмысқа, жасаған күніне қарай ақша төлеймін. Оларды мен фиксированный суммада өзімде алып отырмаймын. Түсіндіре алдым ғой? Осы 5-ақ адаммен осындай запустарды жасадық. Және ол адамдармен сіз бір мықты проф адамдар болу керек, өз саласының күшті мықты мамандары болу керек деп адамдар HeadHunter'дан басқа жақтан іздеп жүреді ғой. Менің стратегиям ондай емес. Мен керісінше өзім ассистентімді да, өзімнің трекерімді да, өзімнің жаңа продукт менеджерімді да с нуля оқытып шықтым. Сол с нуля оқытып, оларды дайындап бірнеше уақыт, сосын мен запусқа қостым. Сондықтан да мен осындай стратегияны ұсынамын. Келесі, төртіншісі бізде клиенттік базамен жұмыс. Жалпы 2026 жылы бір лидті мысалға 1000 адамды әкеліп, оның 50-60-ына ғана сатып, қалғанын тастай салу дұрыс емес. Тастай салу дегенім ол мынандай ғой, мысалға сіз 1000 адамды вебинарға или мини курсқа тағы басқа жаққа жинадыңыз, сосын бізде адамдар не істейді? 50-60 адамды жапты курста, мүмкін максимум күшті конверсиямен 100-100-ден астам адамды жабуыңыз мүмкін. Қалған адамдарды не істедік? Просто чатта мертвый болып қалады. Ал мен ол адамдар қалай жұмыс жасадым? Основной запуск жасап алам, продажамды жасап алам. Содан кейін, бір аптадан кейін мен тегін сабақтар ұйымдастырам. Сөйтем де қалған бүткіл адамды жинап, менің основной продуктымды сата алмаған адамдарға, сатып ала алмаған адамдарға доступный бір бағада продукттарды ұсынамын. Бұл өте жақсы жұмсайды. Тіпті сіздің осы жақтан сіздің артық сатылымыңыз шығады. Мен жаңа айттым ғой сіздерге, январь, февраль, март, апрель мен осындай арзан чектерді де параллельно сатып отырдым. Дәл менің запустарыма кірген клиенттік базаларыма осындай продукттарды саттым. Яғни ол адамдар да сіздің өніміңізді сатып алуға дайын. Соответственно, олар сіздің келесі запусқа сіздің клиенттеріңіз дайын болып отыр. Мысалы, мен жаңа айттым, разбормен сатып алған, разбормен сату деген екінші тариф болды ғой менде, және 20 000 теңгелік жай ғана сабаққа доступ деген тариф болды. Сол екеуінің ішінде менің наставничествомды сатып алмағандар, менің быстрый запуск деген 1 айлық курстарын сатып алып отыр. Демек, мен екі жақтан да ұтып отырмын. Түсіндіре алдым ғой? Сондықтан да клиенттік базаны сөйлескеннен кейін жай ғана тастап жүрмей, оны Excel-ға жинаңыз, оны сіз WhatsApp группаңызда отырып қыздырып отырыңыз. Максимально сіз осы аудиторияны максимально пайдаланып қалу керексіз. Және пайдаланып қалу деген тек қана сату кезінде ғана сату емес, үнемі пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыру, үнемі сіздің мысалға жаңалықтарыңызды көрсетіп отыру, сіздегі өзгерістерді көрсетіп отыру, одан бөлек сіздің өзіңіздің қажет кезінде өзіңіздің сатылымдарыңызды сол аудиторияға жасап отырасыз. Келесі стратегия бұл бізде бірнеше сату этабы. Қазір бір ғана вебинар жасап, мынау неге сатылмайды деп выгорание болу, немесе тек қана разбор жасап сатып, неге мына адамдар менен сатып алмайды, мен эксперт емеспін бе, неге менен адамдар алмайды, неге жылмайды, адамдардың бәрі на халяву жүреді деген сияқты ойды ойлап ренжу ол орынсыз. Өйткені қазір тек қана вебинар, тек қана разбор, тек қана бір офлайн практикумнан сатылу деген дұрыс емес. Мысалы, менің өзімде, мен жұмыс жасайтын клиенттерімде 3 сату этабын қолданамын. Мысалы, менде январь айында годовой наставқа бір эксперт келді. Январь айындағы жұмысымыздың өзінен бір айда жалғыз өзі бүткіл базасын бәрін қолдану арқылы мен ол кісіге 3 этапты сату воронкасын қойып бердім. Сол 3 этапты сату воронкасымен 20 миллион теңге продаж жасады. 20 миллион теңгені егер ол кісі тек қана бірақ воронкадан жасайтын болса, ол кезде адамдар жылынбай қалатын еді. Мен бұны былай түсіндірейін. Мысалы, мынау сіздің основной продуктыңыз, осы основной продуктыңыз адамдарға бір этап келді, мына жерге келіп қалды. Мына жаққа дейін шешім қабылдап алатындар бар, алмайтындар бар. Яғни до конца барған жоқ.
Кейбір адамдар бар, екінші касаниядан шешім қабылдап сатып алады. Кейбір адамдар бар, үшінші касаниядан барып шешім қабылдап сатып алады. Демек, мысалға, бірінші запусқа сіз практикумды қоясыз воронкаңызға, екінші воронкаңызға бір апта өткеннен кейін мини-курс немесе воркшоп деген воронканы қоясыз. Одан кейін үшінші этапқа сіз мысалға дажим ретінде разбор деген сияқты воронкаларыңызды қойып, до конца адамдарды жабу керек. Сондықтан адамдар сіздің бір ғана касаниядан өтті, ол 60-70%-ға жылыды да, біз не істейміз, сол жерде жібере саламыз адамдарды. Жоқ, сіз оны дана этаптан мынайға дейін до конца апарыңыз. Нағыз сатылым ол бірінші запуста емес, нағыз сатылым ол дажим кезінде болады. Сондықтан дажимді максимально жасау керек. Енді алтыншысы, бұл негізгі воронкаға дейін жылытып дажим жасап тастау. Жаңа дажим дедім, қазір дажим деп жатырмын, нақтырақ түсіндірейін. Мысалы, менде мынау практикум воронкасы дейікші. Қазір осы туралы айтып жатырмыз ғой, практикум воронкасы. Осы практикум воронкасына мен адамдарды дайындап жатырмын. Бізде қателік қандай эксперттерді? Бір воронка вебинар дейді да, вебинарда ғана жинап сата салады. Немесе воркшоп дейді да, воркшопқа ғана жинап сата салады. Біз ол воронкаларды сатамыз, бірақ оған дейін біз эксперттілігімізді көрсетіп тастау керекпіз. Адамдар біздің негізгі воронкамызға келген кезде, мысалға воркшоп воронкасы, немесе мини-курс воронкасы, немесе практикум воронкасы, немесе сіз разбормен сатасыз ба, білмеймін қай воронканы қолдансаңыз да, сізге келгенге дейін адам сіздің қандай продуктысын алсам екен одан кейін деп ойланып келу керек. Ал оған ойланып келу үшін сіз әртүрлі видео сабақтар, живой зумдар, живой жаңағыдай сабақтар өткізіп бересіз. Неге? Өйткені сіз живой сабақтар, зумдарда болсын, мысалға біз воркшоп деп айтайықшы, воркшоп воронкасы 3 күндік воронка дейік. Осыған сіз адамдарды тіркеп жатырсыз. Воркшопқа ғана келіп ақпарат беріп сата салмай, воркшоп басталардан бір апта бұрын, 3 күн бұрын дайын видео сабақтарыңызды беріңіз. Немесе сұрақ жауап ретінде бір зум разбор қосып қойыңыз да, сол зум разборда сіз ақпарат бересіз, сұрақтарға жауап бересіз, және нативно айтып қаласыз. Мен осы воркшоптан кейін сіздерге мен осындай ерекше бір продукт сатамын. Осы воркшоптан кейін сіздерге мен мынандай продуктты ұсынамын. Арнайы баға болады, арнайы жаңағыдай ұсыныс болады. Соған дайын болыңыздар деп ескертіп қойып қоясыз адамдар. Сонда сіздің основной воронкаңызға адамдар саналы түрде мына кісі осыдан кейін осындай продукт сатады екен деп дайын болып келеді. Сонда сіздің конверсияңыз өте жоғары болады. Мысалы, маған жаңа айттым ғой, 20 миллиондық запустарды адамдар жасап жатыр. Өзіміздің 30 миллиондық, 40 миллиондық запустар неге қалай жасалады? Біз основной воронкаға дейін адамдарды осылай жылытып тастаймыз. Жалпы бұндай сату стратегиясы өте көп. Соның мен 6-ауын осы жерде түсіндірдім. Және қалған түрін, қалған масштабқа шығудың стратегиясын мен бір күндік офлайн және онлайн практикумда түсіндіретін боламын. Ол практикумда біз басқа қаладан келіп қатыссаңыз да болады, және де өзіңіз онлайн өз қалаңызда отырып қатыссаңыз болады. Практикумда мен 7 жылдық тәжірибемді, барлық білімімді беру әрине мүмкін емес. Ең бастысы, ол жерде сіз қазір нені дұрыс жасамай жатырсыз, қазір нені дұрыс жасап жатырсыз, және нені жасау керек деген сұрақтардың жауабын аласыз. Бұл практикум сіздің өміріңізді түбегейлі өзгертіп жібермеуі мүмкін, бірақ түбегейлі өзгертетін шешімдерге алып келеді. Және бұл практикумда осындай кейстарды жасады, осындай результаттар болды. Осы жерде практикумға тіркелу үшін сіз төмендегі описанияда арнайы WhatsApp сілтеме тұр. WhatsApp сілтемеге өтіңіз да практикумға тіркеліп алыңыз.